2013 жылдың 15 қарашада Sony PlayStation 4 шыққан. Алайда 7 жыл өтті. Жаңа технология, жаңа кейіпкерлер, жаңа суреттер пайда болды. Бұл PlayStation оны көрсете алмайды. Оның бәрін көрсете алатын басқа Sony PlayStation 5 көрсете алады. Менің атым Бақтияр, бұл Кастияқ шоуы, ал біз бастаймыз. $21 қарашада биыл Sony PlayStation 5-ті предзаказбен алдық, бағасы $400. Ең қызығы 2013 жылы Sony PlayStation 4 шыққан кезде оның да бағасы $400 болған. Ал бұның келесі екінші нұсқасы шығады, CD-ROM-сыз нұсқасы, оның бағасы $300 тұрады. Бірақ келгенше күту керек. Қорапты ашқан кезде ең бірінші кіші қорап шығады. Оның ішінде бұның Sony PlayStation қосымшалары, яғни ең біріншісі геймпад. Сезімталдығы басқаша. Бұрынғыда егер Sony PlayStation 4-те вибрация болса, бұл кәдімгідей қолдан ұрады. Енді ойнаған кезде қатты сезіледі. Және сіз өзіңіз ойынға кіріп кеткендей боласыздар. Бұның қосқышы бұрынғыдай микро USB емес, Type-C. Мына жағында динамика бар. Бұрын егер динамика әлсіз дауыс шықса, бұнда кәдімгідей даусыңыз құлағыңызға кеп тұрғандай дауыс шығады. Төмен жағында микрофоны бар. Бұрын микрофонмен сөйлеу үшін, бұрын даусыңыз жазу үшін бұған қосымша микрофон қосу керек болатын. Қазір сіз ойын ойнап отырып, сіздің даусыңыз жазады. Және ең қызығы айтайын дегенім, бұда бан деген бар екен. Егер сіз біреуге боқтап сөйлескен кезде, сіздің даусыңыз жазады. Және егер біреу сіздің үстіңізге арыз жазып жіберсе, бұл сіздің даусыңызды тыңдап, жаман сөзіңізді тыңдап, сізді мысалы бір күнге, мүмкін бір айға, мүмкін даже өмір бақи банға салу мүмкін. Сонда сіз әрі қарай ойнай алмайсыз. Осындай қызық жаңалықтар бар. Келесі қосымшалар мынау Type-C USB қосқышы, яғни сіз джойстикті PlayStation-ге қосу үшін кабелі. Мынау өз негізгі қосқышы, яғни PlayStation жұмыс істеу үшін арналған. Және үшіншісі бұл HDMI кабель, PlayStation мен телевизорды қосу үшін. Ойын ойнауға негізгі құрылғылар бар. Байқасаңыз бір джойстик, Sony PlayStation 4-те де бір джойстик болған. Ары қарай кітаптар, ешкім оқымайтын кітап. Ал енді негізгі консольдің өзіне келейік. Sony PlayStation 4-те де осындай геймпад болған, осындай кабельдер болған, осындай кітап болған. Бірақ бұл 5-тің өзгешелігі мынандай аяқ бар. Бұл аяқтың өзгешелігі Sony PlayStation-ды тіке қойып қойсаңыз болады, немесе жатқызып қойсаңыз болады. Соған арналған бұрын болмаған зат. Енді бұның қоюының ыңғайлығы, мынаны былай басып ашсаңыз, мынандай кішкентай болты бар. Бұл болт арқылы мынаны Sony PlayStation-ге кигізіп қоясыз. Керек емес болса, салып қойып бүйтіп жауып тастауға болады. Ол болттың қызығы қазір жабық тұр. Ол жабық тұрған резеңкесі мына жерге орнына қойып қойсаңыз болады. Сонда бұның құрылғылардың қосымшалы заттары жоғалмайды. Ал енді PlayStation-ның өзіне келдік. Бұның бәрін ала тұрайық. Бұның бәрін қоя тұрайық. Міне, әп-әдемі жап-жаңа PlayStation 5. Түрін қараңыздар. Түрі осындай. PlayStation 5 кейбіреулер үлкен дейді, кейбіреулер үлкен емес дейді. Енді салыстырып көрсеңіз, мынау PlayStation 4 көлемін салыстырыңыздар. 1,5 есе үлкен шығар. Ал енді бағана айтқан аяғын қоссақ, мынау PlayStation 4-тің аяғы. Бұны жаңа болт кигізбей қойын, бірақ бұны былай жатқыз қойып болады. Сонда биіктігі жағынан да 1,5 есе немесе 2 есе үлкен шығар. Енді көлемін көрдіңіздер. Әрине үлкен, әрине мықты. Бұған көптеген жаңа технология қосты. Бұл енді түсініп отырсыз, видеокарта, түсініп отырсыздар, SSD карта, көлемі осындай.
Енді PlayStation өзінен бастайық. Түрін қараңыздар, жаңа дизайн. Бұрын бәрі жатқызылып қоятын болса, енді тұрғызып қоятын болды. Түрі әдемі, бір плащ киген сияқты. Мынандай аяғы бар, бұрын болмаған зат. Енді аяғын бүйтіп аяқтың үстіне қоюға болады. Бір жағынан оны не үшін деп ойласаңыз, өйткені яғни ішінде кулерлар бар, желдің арқасында суытады. Мына жағында да кулерлар бар. Қатты қинамас үшін жасалған. Өйткені сіздер білесіздер, процессор немесе видеокарта қызған сайын ол нашар жұмыс істейді. Бұлай алдыңғы жағы тұрады. Ең басында USB қосқыш, мынау PlayStation өзін қосасыздар. Қасында дискті алатын зат. Мына жаққа диск салынады. Дискті суреті өзіне қарай емес, ары қарай саласыздар. Бұл нұсқасы дискпен, келесі нұсқасы, яғни дисксіз, CD-ROM-сыз болатын нұсқасы. Мынау CD-ROM болмайды. Яғни мынау түрі де басқаша болады, түзу болады. Яғни сіз ойындарды диск арқылы емес, интернет арқылы көшіріп аласыздар. Және оның бағасы, бағана айтқандай, $100 арзан болады. Мынау аяғы бір ғана қалыпты емес, екінші қалыптысы бар. Егер бұл PlayStation-ды жатқызып қойсаңыз, мына аяққа қойсаңыз болады. Сонда сіз тегіс, егер орныңыз ыңғайсыз болса, қоятын жеріңіз ыңғайсыз болса, бұлай жатқызып қоюға болады. Тағы да бір өзгешелік, мысалы Sony PlayStation 4-пен салыстырған кезде, бұл PlayStation 5-ті оңай ашуға болады. Енді бір жағынан ойлайсыздар, оны не үшін ашамын деп. Яғни ашып, ішін тазалау үшін. Яғни ішіндегі шаңдар, керек емес заттарды тез алып тастауға болады. Ары қарай кеттік. Мына жағында 2 USB, сосын енді интернетке сыммен қосуға болатын порт, HDMI кабель және PlayStation өзін қосатын қосқышы. Жалпы түрі осындай. Көлемі бағана көрсеттім. Енді қалай ойнайтынын көрейік. Мына предзаказбен Sony PlayStation 5 алғандарға PlayStation Plus деген жазылуы бар. Подписка дейді ғой орысша. Содан 25 ойынды тегін беріп тұр. Енді қандай ойын екен қараңдар. Футбол деген бөлек дискпен алдық. Days Gone. Бұл ойнап жүріп ойнайтын, атыспа ойнайтын ойындар. Мынау Playroom деген, сіз джойстикті көресіз, қандай дыбыс қалай шығатыны туралы көресіз. Ары қарай Rocket League дейді. Call of Duty, Crash Bandicoot дейді. Battlefield 1, Uncharted 4, Sleeping Dogs, Mortal Kombat өте жақсы ойындар беріп тұр предзаказбен алғандарға. God of War беріп тұр, Bloodborne, кішкентай балаларға арналған ойын дейікші. Сосын Hollow Knight, Last of Us, қараңыздар, Средиземье деп тұр, Тени войны. Сосын Need for Speed, саған. Second Son деген, мен есімде бар, PlayStation 4 шыққан кезде ең көп ойынды таратылған дейікші енді, немесе алғашқы ойындардың бірі осы мына бала туралы. Ары қарай Assassins, жастар білетін Ведьмак, War Thunder, сосын Vampire дейді, Hitman 2, World of Tanks, және егер камерасы болса ойнауға болатын. Көрдіңіздер ғой, қаншама ойындар тегін беріп тұр. Негізі бұл PlayStation Plus деген жазылу, яғни подписка негізінде 14 теңге тұрады, жылына 14 теңге, және ай сайын сіз 2 ойынын алып тұрасыздар. Ал бұл сіз жаңа PlayStation 5-ті предзаказбен алған үшін ойындар тегін беріп тұр. Енді көшіріп аласыздар, ойын ойнауға болады. Ал енді Sony PlayStation 5-тің артықшылықтарын көрейік. Ең бірінші жақсы жақтардың бірі, ол геймпад қазір біреу, сіз екіншісін сатып ала алмайсыз. Өйткені Sony PlayStation 5-тің өзі және геймпад бөлек сатылмайды. Бірақ жақсы жақтардың бірі 4 келе береді. Sony PlayStation 4 USB арқылы қосып аласыз. Бұл менің ойымша жақсы шешім, өйткені көп адам 2 джойстикпен ойнау керек, көп адам 2 адам ойнаған қызықтау және ыңғайлы. Екінші артықшылық, яғни жақсы жақтардың бірі, ол Sony PlayStation 5-ке Sony PlayStation 4-тің дисктері келе береді. Яғни естеріңізде болса, Sony PlayStation 4 шыққан кезде 3-тің дисктері келмейтін. Ал қазір 5-ке 4-тің дисктері келе береді. Яғни қоя бересіз, орната бересіз, ойнай бересіздер.
Үшінші артықшылық ол Wi-Fi, яғни бұрынғы Wi-Fi 4 болса, бұл Sony PlayStation 5-те Wi-Fi 6. Wi-Fi 6-ның техникалық сипаттамасы бойынша секундына 3500 мегабайт беріледі. Ал естеріңізде болса Wi-Fi 4, яғни Sony PlayStation 4-те секундына 400 мегабайт беретін. Яғни көшіріп алған кезде, мысалы сіз ойын орнатқан кезде, Sony PlayStation 5-те өте жылдам орнатып береді. Мысалы біз жаңа Sony PlayStation 5-ке FIFA 21 қосқан кезде бір 20-30 минутта қойып берді. Ал егер ескі Sony PlayStation 4 қоятын болса, оған бір 2 сағаттай, 1,5 сағаттай уақыт кететін еді. Төртінші артықшылықтардың бірі ол Sony PlayStation 5-тің дыбысы, яғни дауысы, яғни шу естіле ма, естілмей ма. Дауысы деген түк естілмейді, ол бар екенін байқамайсыздар. Ал дауыс шықса, ол дисктің айналдырған түрі шығар. Егер дискті алып тастап, мысалы жазылған ойын ойнайтын болсаңыз, мүлдем дауыс шықпайды. Ол өте жақсы. Өйткені бір аптадай бұрын мен біреудің Sony PlayStation көріп едім. Ол деген шуылдап, шаң сорғыштың даусындай уылдап тұр. Яғни ішінде шаң толған, ішінде процессор қиналып отыр деген сөз. Процессормен бірге кулер де қиналып отыр деген сөз. Келесі айтатын геймпад. Sony PlayStation 5-тің геймпады, яғни джойстигі бұрынғыдан гөрі өте ыңғайлы жасалған. Артықшылықтары өте көп. Бағана айтылғандай, бұның аккумуляторы да көпке шыдайды ескіден гөрі. Бұл қолға да ыңғайлы тұрады. Ойнаған кезде бұның динамигі бар да, сіз тыңдаған кезде кішкене болса да қосымша әсер береді сізге. Егер сіз адам жүгірген приключения ойын ойнайтын болсаңыз, мысалы жердің үстімен жүрсеңіз, жердің үстімен жүргендей сезіледі. Ал және дауыс шығады. Ал егер мысалы шынымен сумен жүретін болсаңыз, сол судың немесе шынының дауысы шығады. Және ең жақсы сезетін заты ол жанасу қайтарылмай дамытылған. Яғни бұның енді орыс тілімен тактильная отдача дейді. Соны өте жақсы жасалған. Бұрын кішкене ғана вибрация болса, қазір кәдімгідей қолыңыздан ұрады. Өте жақсы сезім аласыздар. Бұны көрмегенше, бұны қолданбағанша, бұны айту қиындау болып тұр. Бұның беткі жағында тачпады бар. Бұрын естеріңізде болса, мысалы экранда клавиатура тұрған кезде, сіз басқан кезде әріптер таңдайсыз. Бұрын енді алба-жұлба дейін ба, енді әртүрлі қолданылған кезде қазір өте сезімтал, яғни өте қолдануға, әріптер теруге өте ыңғайлы. Өте жақсы жаңалықтардың бірі ол жаңартылған ойындардың бәрі секундына 60-120 кадрмен көресіздер. Яғни сіздің көзіңіз кәдімгідей рахаттанады. Білетін адамдар түсінеді. Sony PlayStation 5 барлығы, енді бұл түсінесіз ғой, жаңа, бұл күші көп, сізге 4К етіп көрсетеді. Яғни сіздің телевизорыңыз 4К көрсете алса, сол 4К етіп көресіздер. Салыстыру үшін, естеріңізде болса, Sony PlayStation 4-те 3 түрі бар, 3 нұсқасы бар. Біріншісі ол 4К түсірамайды, екінші Slim ол 4К түсірамайды, ал Pro қымбаты, 4 Pro-ның бағасы бұл 5-пен бірдей, 4 Pro 4К түсіре алады. Сонда Sony PlayStation 4 Pro мен 5 4К көре аласыздар. Ал енді техникалық сипаттамасы жағынан Sony PlayStation 4, Slim, Pro және 5-ті салыстырайық. Қараңыздар, Sony PlayStation 5-тің 8 ядросы бар, және кішкене болса да процессоры басқаша, AMD Zen 2. Бұрынғысы AMD Jaguar болса, бұна басқаша. Және ең қызығы бұның жұмыс істеу жиілігі 3,5 ГГц. Ал 4 Pro-ныкі 2,1, Sony PlayStation 4 Slim-дікі 1,6. Яғни көріп отырсыздар, 2 есе жылдам жұмыс істейді. Графикалық жағынан қарайтын болсақ, бұның жұмыс істеу жиілігі 2,2, ал 4 Pro-ның өзінде 0,9. Яғни жоқ дегенде 2,5 есе артық болып тұр. Оперативті жады бойынша Sony PlayStation 5 16 ГБ, ал Sony PlayStation 4-тердің бәрінде 8 ГБ. Және оның өзінде ақпарат беру жылдамдығы 448 гигабит секунд болса, секундына, қалғандарында 218, 4 Slim-да 176, 4-те 176. Арғара кеттік, 4К жарайды түсіреді, оны айттым. Sony PlayStation үлкен артықшылығы бұл ішкі жады, яғни SSD картасы. Ол өте жылдам ақпарат беретін құрылғы, яғни мен кейін ноутбук туралы айтқан кезде айтамын. Бұл өте
көп күш беретін құрылғы, яғни SSD мен көп ақпарат жіберіледі. Ал 4-тің бәрінде HDD ішкі жады, яғни ар жақта 6 гигабит секундына және 3 гигабит секундына ақпарат таратылады. Енді ішкі жадының өзі Sony PlayStation 5-те 825 гигабайт дейді. Оны тағы да кішкене алып тастау керек, өйткені өзінің ішкі оператив жүйесі бар, ол тағы да алынады және сөйтіп жазылады. Бірақ бұған қоса бұның Sony PlayStation-ның ішінде орны бар, әлі оған қосып ішкі жад қосуға болады. Sony PlayStation 4 Pro-да 2 терабайт немесе 1 терабайт болады. Slim-да және жай қарапайым 4-те 1 немесе 5 гигабайт болады. Салмақ жағынан ауыр, келсем. Sony PlayStation 5-тің салмағы 4-те 5 кг, ал Sony PlayStation 4 Pro-да 3-те 3 кг, Slim мен қарапайым 4 2-де 2 кг-нан асады. Сонымен Sony PlayStation 5-тің техникалық жағынан, дизайн жағынан үлкен қадам жасады. Көріп тұрсыздар, енді 7 жылдың ішінде бірдеңе жасаған шығар бұларда. Барлық жағынан, күші жағынан, графика жағынан, дизайн жағынан Sony PlayStation 5 ұтып тұр. Енді келесі партия десек те, келетін Sony PlayStation 5-ті күтіңіздер, алыңыздар, көресіздер. Бұл алуға тұрарлық зат. Менің ойымша Sony PlayStation 4 Pro мен салыстырғанша 5 алған дұрыс деп ойлаймын. Ал енді асығы предзаказбен Sony PlayStation 5 алып сіздерге асығып видео түсірген үшін лайк басыңыздар. Егер бұл техникалық канал ұнаса, тіркеліңіздер, тіркелмек тұрмақтағы да колокольчик басыңыздар, өйткені келесі қызық видеоларды алда көресіздер. Келесі қызық видеода кездескенше сау болыңыздар. Ал мен ары қарай ойнай беремін. Ал, ұста, пас бер.